Mesken ұйықтай алмайым, бессонница, ана студентім келді ма, WhatsApp-қа шықты ма, ойбай біреу бір нәрсе істеп қойма деген бір жаман үрейлі мысли, плохие мысли. Содан кейін осы фульвагуменді ішіп бастадым. Мен 3-ші күннен бастап ұйықтадым ғой. Күндіз-түн ұйықтай берем. Сөйтсем, у меня нервная клетка начала восстанавливаться. Менің результатым. Одан кейін мамам Испанияға ұшып бара жатып, осы фульвагуменмен детокста Жұмабек пен Айгүл ол кісінің аттарын айта берейін, енді учредитель ол кісілер екеуі осыны алады да өнімді мамама береді ғой іште. Сатып береді еще 30 000 теңгеге мамам сатып алады да осыны ішіп, сосын 2 айдан кейін келген кезде мамамның катарактысы кетіп қалады. Көзінде катаракта жоқ. Коновалов институтында учетта тұрған мамамды бір сау көзіне, мына жақ көзінде сосудтар разрушены. И соған 2 ай сайын лазермен операция жасайды. Оның алдында 1,5 миллионға мембрана деген бір нәрсесін удалять етіп операция делали. Содан кейін 2 айдан кейін келсе, сау көзінде катаракта жоқ, ал мына жақ көзінде сосудтары нормаға келеді ғой. Первый раз за 1,5 года ей сказали, что операция не нужна. Потом мама алады да өзінің класстастар группасына айта бастайды, осындай өнім пайда болды деп. Ана мен Жұмабек пен Айгүлдің айналысып жатқан заты ғой деп, осындай дүниелер пайда болады. Содан кейін осылай келіп, сіздер сияқты өйстіп, өнімді ішпеген сондай адам болып келіп, содан кейін бұл өнімнің нәтижесін көріп, сол нәтижемізді енді қалай үндемей отырасың? Туған туысыңа айтасың, біреу ауырып тұрса айтасың, осылай айту арқылы сол кезде мен, оказывается, 3-4 айдың ішінде 6 миллион теңге доход табам ғой. Менің өзімнің традиционный бизнесім әкелмеген дүниені мен осы сеттен табам сіздерде. Сеттен табам да, содан кейін жәнегі ақшамды төлеймін, әтем бүйтем, кредитімді жабам. Содан кейін сондай бір айтады ғой, Алланың көмегі болады екен ғой. Саған бір нәрсе жоқ болса, екінші дүниенің мүмкіншілікті береді. Сол мүмкіншілікті қолданбау, оказывается, өзіміздің қолымызда екен. Сондай мүмкіншілікті қолданып, қазір соның арқасында жаңа роликті көріп жатсыздар, Катар мемлекетіне барып келдік. Оның алдында Турцияға бардық. Одан ақшамызды тауып жатырмыз. Қазір Вьетнам мемлекетіне бесплатно путешествиені алып жатырмыз. 24 адамның ана жол автосалонға барып, сол машинаға отырып, рулін ұстап деген сияқты. Сондай жерді барып жатырмыз. Бұндай енді өзіміздің, қазағымыздың, өзіміздің туыстарымыз ашып жатқан бизнес бұл. Мен енді жаман нәрсе болса, туысқанды шақырмаймын ғой, мысалы, мына отыр, мен жеңгем отыр, міне ағайым отыр, қаншама Айтан ағамыз біздің Думанның бірге жұмыс жасаған кісі, бәріміз көз көрген адамдармыз. Осы айту арқылы, адамдарға осындай мүмкіншілік сыйлау арқылы, осындай керемет қазір Ричанс деген проекті біз бүкіл Қазақстанға қазір әйгілі қылып жатырмыз. Енді бұл бизнесқа келесіздер ме, келмейсіздер ме? Сіздермен бірге біз осы проектіні будем двигать. Сондықтан да сіздерді шақырамын, келіңіздер, өнімді ішіңіздер, мүмкіншілікті алыңыздар. Осындай компанияның беріп жатқан бүкіл мүмкіншіліктерін қолданыңыздар деп шақырамын. Енді менің туыстарым маған жаманшылық ойламайды. Мен өзім өйтіп айтам, моя компания, потому что это мои родственники это делают деген сияқты. Сондықтан осындай керемет проектқа қош келдіңіздер. Кім сіздерді шақырды, қастарына барыңыздар, сұрақ қойыңыздар, біліп, бәрін түбіне дейін изучать етіп, осындай керемет проектқа бізбен бірге келіңіздер, бүкіл армандарыңызды орындаңыздар біздің компаниямызда.